Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін сендермен жай теңдеуді шешетін боламыз. Мен сендерге бүгін қарапайым тілмен түсіндіремін, оңай тілмен түсіндіретін боламын. Азайту амалында x бірінші тұрған жағдайда, x азайту 10 дегенде бірінші тұрған жағдайда біз тек қана қосамыз. Сан мен санды қосамыз. X табылатын кезде, ал егерде x екінші тұрған жағдайда біз сан мен санды тек қана азайтамыз. X табатын кезде. Осы екі қағиданы білетін болсақ, біздің есебіміз дұрыс шығады. Ол қалай? Біз тексеріп көреміз. X азайту 10 тең 15 деп алатын болсақ, X-ті табамыз. X тең, бұл өзгермейді, X тең, үлкен санымыз 15, X бірінші қосамыз дедік. Міндетті түрде қандай сан келсе де, X бірінші тұрса, біз сан мен санды қосамыз. 15 қосу 10, X тең 25. 15-ке 10 қоса 25. Енді теңдеуіміз тексереміз. Енді бастапқы теңдеуге ораламыз. Берілген теңдеуге бізде X бірінші тұр. X-ті тауып алдық. Енді X-іміз 25 шықты. X-тің орнына 25-ті қоямыз. Азайту 10 тең 15. 15 тең 15 теңдеуіміз шықты. Сол сияқты енді мына жерде X бірінші тұрса қосамыз дедік қой. Енді бізде керісінше X екінші тұрған жағдайда біз сан мен санды тек қана азайтамыз. Қандай сан келсе де біз тек азайтамыз. Мысалы 10 азайту X деп алатын болсақ, тең 5 деп алатын болсақ, біз X-ті табатын кезде сан мен санды тек қана азайтамыз. X тең, үлкен санымыз 10, азайту кіші санымыз 5, тең, X тең 10-нан 5 аламыз, 5 шығады. Сызып тексереміз теңдеуімізді. 10, енді бастапқы теңдеуімізге ораламыз. Бізде 10 тұр, 10 азайту X тауып алдық 5, X-тің орнына 5-ті жазамыз, тең 5 шықты. 5 тең 5 теңдеуіміз шықты. Осы екі қағиданы білетін болсақ, азайту амалында теңдеуді дұрыс шығаратын боламыз.